Бір ғана анардан тез және оңай дайындалатын әрі дәмді шығатын анар салатын жасаймыз. Ол үшін піскен тауық етін осылай қол көмегімен турап аламыз. Жаңғақты да орташа етіп майдалап аламыз. Анарды кесіп тазалап шығамыз. Мына анар күшті шықты, бірақ басы ұсқынсыз болғандықтан салатымыз сәнін кішкене құртып қойды. Қайнатылған қызылшамызды теркадан өткізіп, үлкендеу ыдысымызға бәрін жинап шығамыз. Жаңғақ тауық етін салып, үстінен жүгерін қосып, майонезімізді салып, дәміне көре кішкене тұз қосамыз және араластырып, тарелкамызға салып, үстінен қызылшамен сәндеп бастаймыз. Ал салаттың қалған бөлігін анармен толтырып шығамыз. Салатымыз дайын. Рецепт ұнаған болса лайк басып, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыз.